Ханзада Жуммо деп басталатын киноны аударамыз. Бұл менің каналымдағы алғашқы видео. Егер жақсы актив көрсетіп жатсаңыздар, екінші бөлім шығарамын. В общем, біздің заманымызға дейін 108 жылы қытайлар Чосон жеріне шабуылдар жасап, бір жылдың ішінде Тасалхан шығарады. Ал сол жерді Чосон империясы 2100 жыл басқарған екен. Енді арасында Хемосу деген біреу қайта сол Чосонды құтқарам деп абыр-сабыр болып жүреді. Энто деген жерде төбелес болып жатыр екен. Коммутация соған 100 теңге деген сияқты ол біздің тілші. Гумоа деген ханзада біреудің аузын плотно айырып, бәрін ұтып қансайлаған қылышты белендеп жатырған сол еді. Хемосу келіп қалады да төбелескісі келетін жеткізеді. Осылай Хемосу мен Гумоа төбелестерін бастап кетеді. Содан соң Гумоаның найзасы сынып, Хемосу Роналдо болады да Анахан тағына тақтай қылып жабыстырып тастайды. Бұл негізінде ойластырылған жоспар екен. Халықтың киімін киіп алған Дамуль әскері шабуылдарын бастап кетеді. Ал қалғандар Чосон халқын құтқарамын деп әлек болады. Хемосу болса садақты жерге қадап бір-бірлеп өлтіріп жатқанда, Гумоа ауыр жарақаттанып, соғыстан кетіп қалуға тура келеді. Жолда кетіп бара жатып Гумоа жерге құлап жығылады. Хемосу оны бақыртып шақыртып емдеп болып жатса, мұнда Пуюның ханы кеңесшілері мен Хемосуға келген халықты кіргізейік пе кіргізбейік пе деп алаңдап отырған сол еді, емені шақырып алып шайыртып құс ханның басына ұрды. Ал мына жақта Хемосу хан патшалығына қалай шабуылдасақ дұрыс деп әлек болып жатыр. Ал Гумоа болса енді ғана жазылып хан еліне қонаққа кетіп бара жатып, Юхуа деген қызбен танысып, бұрынғы досы Янжумен кездеседі. Бірақ оның хан патшалығына көмектесіп жүргенін көріп, көңіл-күй сәл түсіп кетеді. Кейіннен барлығы бір дастарханның басында жиналып отырған сол еді, болат сауыт киген әскерлер мен қарапайым Чосон халқы ортаға алып келеді. Олар халыққа: "Сендер Қытай жауынгерлері алдында тізелеріңді бүксеңдер, мен сендерге бостандық беремін" деген шарт қояды. Бірақ Чосон халқы батыр соғысуды жөн көргенімен барлығын қырып тастайды. Осыған шыдай алмады ма, әлде ара қатып тиді ме білмейміз, әйтеуір Юхуа: "Бұлай шақырып жоюды доғарыңыз." Отас аяқталғаннан кейін Гумоа өзінің батырлығын көрсетіп, Юхуаны босатып алады. Ал мына жақта Хемосу өз әскерлеріне молодец деп тұрған кезде біреу келіп банағы болған оқиғаны айтып береді. Кейін Хемосу Гумоадан қару-жарақты алып шабуылға дайындала бастайды. Ал кейін мұнда Будокпул Гумоаны Хемосумен бірге болғаны үшін ұстап алады. Осы хабар әкесіне жеткеннен кейін өз жазасын алады. Және сарайда Хемосумен біргеміз бе әлде жоқ па деген дау орын алады. Ал Хемосу болса әдеттегідей хан патшалығына соғысқа шығып барлығын тасталқан қылып айырып жатырған сол еді, болат сауыт киген әскер жетіп келеді. Хемосудың найзасымен суға лақтырып жібереді. Кейін оны барлық әскер болып абыр-сабыр болып іздеуге кіріседі. Ал онында Юхуа тауы. Сөйтпесе Корея бола ма? Кейін әкесі келіп байдың баласына тұрмысқа шық деп үгіттейді. Бірақ Юхуа басқа жігітті ұнатып қалған секілді. Білеу ма? Болмайды. "Мен сіздің алдыңызда қарыздар болмаймын. Маған көмектесіңіз." Ондай адамға ұқсамайсыз. Екеуі уақытты жақсы өткізіп жатырған сол еді, болат сауыт киген әскер Хемосуды іздеп келеді. "Түгелдей. Дуэль құрамыз." Осыны түсінген Юхуа оны Хемосу деп күтінеді. Бірақ ол өзін Ли Кёнг Синг деп Атым Ли Кёнг Синг болады. Бірақ бағана оны әкесінің жауынгері көріп қойып тайпа басшысына жеткізді. Тайпа басшысы өз тайпасының қамын ойлап, Хемосуды ұстап береміз деген оймен хан патшалығына хабар жібереді. Хан әскері Хемосудың осы ауылда болғанын естіп жетіп келеді. Бірақ біздің батырымыз оған дейін ұзын суытып үлгеріпті. Ал осылай Жумоңтың бірінші бөлімі аяқталады. Егер жақсы актив көрсетіп жатса, екінші бөлім шығарамын. Қатарда сүйіп жатыңыздар және түстеріңізде сүймеңіздер. Бұл менің кеңесім.